Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге Сайлау Сағындықұлы. Бүгін міне менің кезекті қой кезегім. Біздер әдеттегідей сол құдық басында тұрық. Сағат қазір шамамен 7-ден 15-20 кеткен болар. Сағатты қарай қойған жоқпын, шыны керек. Көбіне көп негізінде 6-да шығатын еді. Осы қазір дейтін 6-да қараңғы және салқындау болғасын 7-де шығарып жүріп қойды. Бүгін менімен бірге міне Құтжол күн салқындау болғасын лесіп шықты бұл да. Сосын мен бүгін мотоциклмен шықтым. Тағы да екінші қой кезегімді мотоциклмен бағайын деп тұрмын. Мынау мен кетіп жатқан қойларым алдағы. Артта бір қой қалып жатыр. Кімнің қойы екен қазір қараймыз. Мыналар неге зуылдап жатыр, жайылмай. Мынау екінші бастың қойы. Көріне ме сізге? Қазір мен камерамды үлкейтейін. Бұл арғы бастың қойы. Бұл қой кезекте де Жанзағаға бағып жүр. Жанзаға енді постоянно бағады, ол өткен ақша бағатын кісі қойды. Сонымен кәсіп қылып отыр. Біздің жақта қой кезек 5000 теңге. Сіздің жақтарда қанша теңге? Қой бағу бір күн кезек. Әзірге осы. Қазір су басына барамыз. Мына жақта, мына канал жаққа су келген, сол су басына барамыз. Сол кезде тағы бір бейне түсіретін боламыз. Мына қойдың артына да келдік. Мына артта қала беретін қойды кімдік екен қараймыз. Сосын группаға салып, жүгіруді қарашыш. Құтжол жақында өт, анау қашты ғой. Бұл енді құрттап кеткен бәрі мынау зет. Бұл енді қала беретін қойды шығармау керек қой, үйден ұстап кішкене. Құтжолымда кел. Бер кел. Топырлап қашты ғой. Көптен бері ит көрмегендікі ғой. Айдама. Бұл жата береді. Бұл енді кішкене маған қиындығын туғызайын деп тұр. Қиындық туғызайын деп тұр маған. Өйткені қазір міне биыл жусан кішкене биіктеу, жылдағы қарағанда. Бұрынғы кездегі емес, бұрын дейтін бұдан да биік. Жақсы болды, су келіп тұрған, жаңбыр жауып тұрған жылдар. Ілкідегі көктемдегі жаздың басындағы жаңбыр су жақсы болды, жаңбырлы болды. Сол кезде кішкене жер жусандар көтеріліп қалды. Мына бірақ жусан арасында қарап отырсаңыздар ештеңе жоқ мен. Бәрін жеп қойған, бәрін енді аяқпен басып тапап тастағанда шығар. Енді тек жусан қалды. Бұйырса енді күзде осы ол жусанның басын шалатын болар енді. Бұған да шүкір дейік, былтыр бұда болған жоқ шыны керек. Көп жусанға тоқтамайтын. Көрінді қой деген көкшам болып иіріліп зымырап батыр. Мына жерге көп тоқтамайтын мына жусан. Жаздай жаңбыр болса, мына жусанның астарына түрлі шөптер шығатын еді. Ондай болмайды. Бұл енді қуаншылықтың белгісі ғой енді. Құдай сақтасын. Бұндай бола бермесін. Бірақ енді қалай айтсақ та, қалай не істесек те осылай болып тұр.
Міне судың жағасына келдік. Міне Құтжол судың ішінде жүр. Ал мына жерде міне жылқылар жүр. Ар жағында қойлар жүр. Мына каналдан ана арнадан су ішіп шығып жатыр ғой мына қойлар қазір. Етегінде кішкене мынандай алабұта сияқты шөптер шығған. Соларға жайлады қазір. Енді сосын кішкене иіріліп келіп жатады ғой қазір. Шу әзірге ерте әлі. Сағат шамамен 10-10:30 болар енді қазіргі. Таңертеңгі. Анау енді мотоциклдің артынан жете алмай шаршап жүр ғой жүгіріп. Рахат па суға түскен? Құтжол? Ой, Рахат ай дейші. Арқанды батырып түсетін кісісің ғой. Ішіне аунап кәдімгі. Қазір жерге аунайды бұл. Мына жерде үйір жылқы жүр. Мына жақта да үйір жылқылар түсіп жатыр міне. Мына жыңғылдың арасында да жүр міне үйір жылқы. Міне. Үйір жылқылар. Ар жағы қой. Мына жерде бір шағын үйір. Бұл енді жаңадан шығарған үйір ойдың. Кілең байталдар ғой. Мына енді құлындары бар. Үлкенде үйір. Үлкенде үйір дегенде бір 10 шақты биемен жүрген үйір ғой. Су енді сол тіршіліктің әрі су ғой. Малдың бәрі судың бойына келіп жатыр. Қойларым қайтып шығып бара жатыр суларын ішіп алып. Дүрумен дұрыстап қарайын ан жақтарын. Міне түс қайтып жатыр. Біздер сол каналдың ішінде жүрік қазір. Құтжол екеуміз, Құтжол ар жағында жатыр. Көлеңкелеп жыңғылдың көлеңкесінде отырмын. Мотоцикл жоғарыда стартта тұр. Қой ар жағынан қойды қаптатып шыға жібердік судан. Енді ол қаптап қарай ауылға қарай жайылып бара жатыр. Біраз жерге барғасын артынан қуып жетіп аламыз ғой. Қойдың да. Биыл өзет көбелек көйіп кетті. Жол. Жол мына жерде жатып алған. Ана жерге жатып алған. Құтжол қайда жатсың сен? Құтжол. Мына жақта екен ғой дауыс. Мында жатып алған ғой міне. Қараңыздаршы. Көлеңке жер жатып алған, күшті көлеңке жер тауып алған өзі. Қойымыз мына жерде келатыр міне. Қой болса міне кетіп жатыр міне. Көріне ме? Қоян жерде қаптап бара жатыр. Танзаға қан жерде кетіп бара жатыр. Қой бағып жүрген арғы басын. Жаңа қасында біраз әңгіме соғып, жыңғылдың астында көлеңкеде 2-3 сағат үш жерде отырғанбыз. Мені Құтжолдың логосы күшті екен, Мынан қараңыздар жатқан жер. Күшті бір жерге жатып алған ғой, өзі үңгір сияқты жерге. Үңгір сияқты жерге жатып алыпты ғой.
Құтжан-ай. Құтжан. Бұл да терлеп жүр қасқа. Үстіне басына су құйсам не қалар екен, терлеп, сондай қатты терлеп жүрген жоқ. Ар жағында су бар, суға да түсіп алады ғой, түсіп алады. Бірақ қазір ыссы ғой. Сосын да терлеп тұр ғой. Ысылап жүр ғой. Әзірге жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі бейнемді осымен аяқтаймын. Енді кешке қой айдаған шаншаны жерде түсіріп қажеті жоқ ол. Жақсы, сау болыңыздар.